Адамға рахымды болыңыз. Егер сіз әрдайым рахымды бола берсеңіз, Алла тағала сізге үзілмейтін рахымдылығына кіргізіп қояды. Өйткені сіздің рахымды болып жүргеніңізден көрініп тұр, Алла тағаладан не тілеп жатқаныңыз. Көрдіңіз ғой. Кешірімді болыңыз. Алла тағаланың кешірімі сізге болады қияметте. Біреудің қажетінде болыңыз. Бір мұсылманның Алла тағала сіздің қажетіңізде болады қияметте. Біреуге ауырлық салмаңыз. Алла тағала есебіңізде ауырлық салмайды сізге. Барлығы өзіңізге жақсылық болып қайтады. Көрдіңіз ғой. Өзіңіз барып істетпесеңіз, бір кісі келіп, "Я Аллахтың елшісі, мен жүрегімде рахымдылық жұмыс істемей тұр, кішкене қатыңдық бар" дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, "Сен бар да бір жетімнің басын сипап отыр" дейді. Ана кісі барады да жетімнің басын сипап отырады. Сөйтіп көзіне жас келеді біраздан кейін. Көрдіңіз, сіз істеу керексіз бірдеңке. Кетпейді әйтпесе ол. Бір мұсылманды мысалы ұнатпай тұрсаңыз, сол мұсылманға бір көмек керек болса, өзіңіз жүгіртіп барыңыз сол жерге. "Мен көмектесіп жіберейін" дедіңіз. Жеңіңіз ана жаңағы нәрсеңізді, сезімді. Сіз жеңбесеңіз, ол тұра береді ол сол жақта. Егер сіз солай жүгірсеңіз, онда Алла тағала сізді көтере береді. Көрдіңіз бе? Тура жол деген нәрсе күніге даму керек біздің бойымызда, жүрегімізде, өміріңізде, мінезіңізде, сөзіңізде көрініп ату керекпіз біз. Тура жол қосылып атқандығына. Фазиднахум худан дегенде Алла тағала тақуаларға жаңағы тура жолдарын арттыра береміз дейді. Көрдіңіз, тура жол деген мәселе. Күніге бірдеңке қосып отырмасақ болмайды. Күніге бірдеңке қосып отырсақ, мінезден, тілдің жаңағы жақсы салиқалы жемістерінен, біреуге жақсылық жасаудан бірдеңке қосып отқан болсақ, ол бізге ертең одан сайын жақсы болуға көмектеседі. Егер де оны істемесек, біз сол тежелген жаңағы тежегішті қосып тұра береміз.